Құрметті достар, жерлестер, міне Абай бабамыздың басына келіп, ескерткішіне келіп, гүл шоғын қойып жатырмыз. Бүкіл ел болып. Абай күні құтты қайырлы болсын. Абай бабамыздың туғанына бүгін 176 жыл. Ұлы ғұлама философ ағам көшіміздің қайтыс болғанына бір ғасырдан астам болса да, ол кісінің жалпыр жырлары, ой танымдары ұрпаққа өсиет ретінде мәңгі қалмақ. Сондықтан абай болайық, абайдай болайық. Басымыз аман, деніміз сау болсын, мемлекетіміздің келешегі кемел болғай. Абай күні құтты болсын.